Елеңсесін биіктеткен егемендік баға жетпес байлығымыз. Бақыттың баянды болуы халықтың білім деңгейіне тікелей байланысты. 30 жылда тәуелсіз елдің білім мен тәрбие саласы түледі, жаңарды, түрленді. Өзгеріс пен өсімді сараласақ. 1991-2001 жылдар аралығында 36 мектепке дейінгі ұйымда 13402 бүлдіршін тәрбиеленді. 2011 жылы 96 балабақшаға өсіп, 19353 бала қамтылды. 2021 жылы 376 мектепке дейінгі білім беретін мекемеде 52307 бала тәрбиеленуде. Оның ішінде 99-ы мемлекеттік балабақшалар, 278-і жекеменшік балабақшалар, 2 жекеменшік шағын орталық, ведомствоға байланысты емес, 3 балабақша жұмыс жасайды. Орта білім беру жүйесі. 1991 жылы 35 мектепте 35568 бала оқыды. 2001 жылы 59 мектепте 54900 оқушы білім алды. 2011 жылы 88 мектепте бала саны 82000 болса, 2021 жылы 144 мектепте 213790 оқушы білім алуда. Оқушылар жетістігі. Халықаралық республикалық олимпиадалар мен ғылыми жобалар байқауына 1991 жылы 53 оқушы қатысып, 29-ы жеңімпаз атанды. 2001 жылы 109 оқушы қатысып, 82-сі жүлдегер болса, 2011 жылы 209 оқушы қатысып, 172 жүлдегер жастарын Астананың қанжығасына алтын, күміс, қола медаль сыйлады. 2021 жылы 381 бала қатысып, одан 204 нұрсұлтандық оқушы халықаралық республикалық олимпиадалар мен ғылыми жобалар байқауында жеңімпаз жүлдегер атанды. 177 елордалық оқушы елбасы медалін иеленген. Тәуелсіздіктің соңғы 14 жылында Нұр-Сұлтан қаласының командасы үздік олимпиадалық команда атағын иеленіп келеді. Елордада қосымша білім беру жүйесінде 11 ұйым жұмыс жасайды. Оның 6-ы тәуелсіздік алғаннан кейін ашылған. Тәуелсіздіктің төл құрдасы нөмірі 1 балалар музыка мектебі 1991 жылдың 7 қыркүйегінде ашылды. Қосымша білім беру ұйымдары филиалдарының саны 152-ке дейін артты. 1991 жылы 6 ұйымда 2133 бала оқыды. 2001 жылы сол 6 ұйымда 3127 оқушы білімдерін жетілдірді. 2011 жылы 10 ұйымда 7913 бала болса, 2021 жылы 11 ұйымда 30603 оқушы тәрбиеленуде. Арнайы білім беру. 1991 жылы елордада бір ғана арнайы білім беру ұйымы жұмыс жасса, бүгінгі таңда олардың саны 15. Атап айтсақ, 3 арнайы мектеп, 5 педагогикалық медициналық психологиялық кабинеті, 5 психология педагогикалық түзету кабинеті, 2 оңалту орталығы. Қамтылған бала саны. 1991 жылы 245 оқушы нөмірі 2 арнайы мектепте білім алды. 2001 жылы аталмыш білім беру ұйымында 351 оқушы оқыса, 2011 жылы 593 бала білім алды. Сондай-ақ осы уақыт аралығында 2 психологиялық медициналық педагогикалық консультация іске қосылып, балаларды қабылдай бастады. 2021 жылы жұмыс жасап жатқан арнайы білім беру ұйымдарында 3206 бала тәрбиеленуде. Бұдан өзге елордалық мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің 33-де түзету топтары бар. Онда барлығы 711 бала тәрбиеленуде. Нұр-Сұлтан қаласында 2011 жылдан бастап инклюзивті білім беру жүйесі енгізіліп, алғашқыда 5 оқушы оқыса, 2021 жылы 1069 ерекше білім беруді қажет ететін бала қамтылған. Техникалық және кәсіптік білім беру. 1991 жылы 10 колледж жұмыс жасса, бүгінгі таңда елордада 34 техникалық және кәсіптік білім беру мекемесі бар. Онда 28567 студент білім алуда. Ал 2001 жылы 8 колледжде 8000 студент оқыса, 2011 жылы 30 колледжде 21330 студент кәсіптік білім алған. Жалпы елордалық колледждердің 17-сі техникалық бағытта, 4-еуі гуманитарлық, 6-ы медициналық бағытта. Барлық колледж 8 саланы қамтитын 77 мамандық, 122 біліктілік бойынша мамандарды дайындайды.
Инновациялық жобалар. Елорда мектептерінде инновациялық жобалар білім сапасын алдыңғы қатарлы елдерге жетелейді. Олар Паш мектебі, Гёте институты сүйемелдейтін жоба. Шея, Кембридж мектептерімен бірлесіп жасалады. Global Scholars, ағылшын тілінде зерттеу жұмыстарын дамытатын жоба. IB, халықаралық бакалавриат жобасы. ЦСКА, желілік академиясы, IT мамандығына қажетті дағдыны дамытуға септеседі. Бұдан өзге дұрыс тамақтану мектебі, эмоционалды интеллект, STEM, ОКО, кадет, латын алфавитіне көшу секілді қалалық деңгейдегі жобалар жүзеге асуда. 2019 жылдың 27 желтоқсанында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев педагог мәртебесі туралы заңға қол қойды. Заң Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасы бойынша әзірленген. Елбасының салиқалы саясатының арқасында ұрпақ сабақтастығы жалғасуда. Елордалық 42 ардагер ұстаз, білім саласының сарапшылары. 2012 жылдан үздік педагог атағын беру үрдіске айналды. 2012-2021 жылдар аралығында елордалық білім беру ұйымдарынан 93 педагог республикалық үздік педагог конкурсының қалалық кезеңінде жеңімпаз атанған. Олардың арасынан 36 педагог байқаудың республикалық кезеңінде жеңімпаз атанған. 2021 жылы Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 5 ұстаз үздік педагог республикалық байқауының жеңімпазы атағын жеңіп алды. Педагог мәртебесін көтеруге заң шығып жатыр, статус педагога деген. Педагог мәртебесін ары қарай көтерсе. Начало 90-х годов это очень трудные были годы для нашей страны. То сейчас, конечно, у преподавателей создалась больше возможность творчески работать. Тәуелсіздігімізбен бірге Қазақстан тарихы да аяғынан тұрды. Я поздравляю в первую очередь всех ветеранов, которые работали в школах бок о бок со мной. Они сделали большое дело в области образования. Барлығыңызды осы келе жатқан үлкен мерейтоймен шын жүректен құттықтаймын. Баршаңызға зор денсаулық тілеймін. Независимости Казахстана 30 лет. Для страны это яркий рассвет. С 30-летием независимости поздравляю. Пройден этап на правильном пути. Приложим еще большие усилия, чтобы к светлому Отечеству прийти. Жанымда жүрген жандардың жетістігін жазғансын, жарқырай жанған жұлдыздан жүрекке жылу жалғасын, жаратқан жалғыз жар болып, жамағат ұстаздар қауымын қолдасын деп, мен ұстаздарға жақсылық тілеймін. Тәуелсіздіктің құрдасы болу үлкен жауапкершілік жүктейді. Тәуелсіз еліміздің дамуы жолында өз қолтаңбамды қалдырғым келеді. Тәуелсіз мемлекет атанып, жаңа өмірге қадам басқан Қазақстан мемлекетімен бірге туып есею үлкен бақыт деп білемін. Я хочу, чтобы мой труд был полезен моей стране. 30 лет – возраст молодых, подающих большие надежды, делающих разные открытия. 30 жылда бағдарын айқындаған, еліміздің мәртебесі арта берсін. У нас у молодежи светлое будущее, есть огромная возможность реализовать свои потенциалы. Мен ұстазбын, еліміздің білім беру жүйесіне өз үлесімді қосқаныма мақтанамын. Ел мүддесі жолында адал еңбек ету менің басты мақсатым.